Бүгін сіздерге осы Pinduoduo жайында тегін сабақ басынан бастап аяғына дейін. Міне қазіргі уақытта осы Pinduoduo сайтына байланысты туындайтын сұрақтардың бәріне барынша жауап беруге тырысамыз. Яғни тіркелуден бастап, жаңағы қай жақтан жүктеу керек, жаңағы жүктегеннен кейін тіркелгеннен кейін тағы қандай проблемалар бар ішінде. Соның бәрін жаңағы осылай қазір осы телефонмен көрсетіп сіздерге түсіндіріп өтемін. Видео басталмас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыздар. Видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ал енді бастайық. Менде телефон Xiaomi Redmi 4X деген телефон, яғни бұрынғы телефон, қатты жаңа емес. Кейбір телефондарда осы китайский, әсіресе Realme, Oppo, Redmi деген телефондарда, Xiaomi'ларда жаңа карта енгізгенде шықпай қалады екен да. Оның причинасы қазір енді көрсетеміз. Енді басынан бастап бірінші тіркелуді қалай тіркелу керек, бәрін қай жақтан жүктеу керек, соның бәрін көрсете кетейін. Қазіргі уақытта Play Marketте не жоқ. Pinduoduo сайтын өшіріп тастаған, жерден таба алмайсыз. Қазір мен жазып көрсетейін жерге. Pinduoduo деп жазсаңыз, жерден шықпайды ондай программа. Жерде өшіріп тастаған. Енді қай жақтан скачать етеміз оны? Қазір мен соны көрсетемін. Жүктемес бұрын бірінші Play Market'тен Google защитаны өшіріп қою керек болады. Егер оны өшірмесеңіздер, скачать еткен Pinduoduo'ңыз жойылып кете беретін болады. Play Market'ке кіреміз. Мына жерде аккаунттың үстінен басамыз, мына жерде. Басқаннан кейін осындай болып ашылады. Сосын мына Play защита деген бар, осыны басамыз. Мына жерде қазір мен өшіп тұр. Сіздер мына настройка тұрады, үстінде осыны басамыз. Менде қазір осылай өшіп тұр менде. Сіздерде мына галочка екеуі қосылып тұрған болуы мүмкін былай. Мен осылай тұрған болуы мүмкін да. Былай болып тұрған болса, сіздер былай өшіріп қойсыздар міне. Отключить деп өшіріп қойсыздар екеуінде. Болды, осылай өшіресіздер де шығып кетесіздер артқа. Енді Pinduoduo'ны жүктейміз. Оның үшін Google Chrome'a кіреміз. Сколько ты еще планируешь жить от зарплаты до зарплаты? Приведи финансы в порядок и начни вкладывать в свое будущее. Google Chrome кірген кезде мына жерге жазамыз. Мен жазып іздедім бәріне Pinduoduo app деп іздейміз. Сіздерден осындай бет ашылады. Бізге мынау керек, осыны басу керек. Басамыз. Соның ішінде мынаны басу керек. Жүктеп алу деген. Басамыз. Міне соңғы версиясы міне апрельдің 26-сына обновление болған. Осыны жүктеп аламыз қазір. Жүктеу үшін мына кнопканы басамыз. Мына кнопканы басамыз міне. Басамыз. Менде қазір Pinduoduo сайты бар, сондықтан осылай Pinduoduo кіріп кетуі мүмкін. Pinduoduo кімде бар. Ал енді сіздерде Pinduoduo жоқ болады, сондықтан бұлай кірмейді. Просто артқа қайтып кетемін мен. Енді жерде күте тұрамыз. Жүктеледі. Міне көрдіңіздер, міне осылай болып шығады сіздерде. Да деп басамыз. Енді жүктеліп жатыр. Міне жүктеліп болды. Енді мына upgrade деп басамыз. Енді жаңағы установить көрсетеміз. Басамыз. Установить деп басамыз. Күте тұрамыз. Міне установка болды. Upgrade деп басамыз. Міне осылай ашылады. Разрешить деп басамыз. Егер сізде WeChat болса, WeChat-тан көтесіз, WeChat болмаса, мына астындағы кнопканы басамыз. Басамыз. Міне сіздерде міне осындай болып шығады. Яғни телефон теретін жерде былай терсеңіз, осылай терсеңіз, былай әлі дальше жүрмейді бері қарай, көрдіңіз бе? Плюс 86 деген шықпайды, яғни мемлекеттердің кодын таңдайтын жер шықпайды. Бұндай жағдайда не істейміз? Бұндай жағдайда ашық тұрған программадан былай силеніп етіп шығып кетеміз. Міне екеуі тұрып, міне ашық тұрғаннан жауап түсеміз. Міне енді жаңа Pinduoduo сайтына қайтадан кіреміз. Басамыз. Міне енді шықты, көрдіңіздер. Мынандай болып шықса, значит плюс 86 шығады деген сөз. Мына кнопканы басамыз. Міне көрдіңіздер, шықты. Енді телефон нөмір теріп, ары қарай авторизация жасаймыз. Егер сізде тағы шықпайтын болса, қайта жасай бересіздер. Сенім тезестерде қайтадан кіріп солай жасай бересіздер шыққанша. Былай кіріп, қайта осылай жасай бересіздер. Сол кезде өзі шығады. 86 деген шықты. Енді мынаны өшіріп тастаймыз. 86 дегенді жетіне жазамыз. Осы жерге кейбіреулердің толық дейді, нөмірін бәрін толық жазып тастайды. Нөмірін бәрін толық жазып тастайды да. Сосын мынаны басады. Оны басқанда кейін мынандай ошибка шығады. Толық бұл жерге жазбайсыздар нөмірді. Тек бұл жерге плюс 7 ғана қалдырасыздар да, қалғанын мына жерге жазасыздар. Сызық тұр ғой ортада. Соны мына бетіне жазасыздар. Қалған нөмір жазамыз. Осылай жазамыз. Енді қызыл кнопканы басамыз. Енді телефон нөмірге код келу керек. Осы телефон нөмірге код келетін кезде кез келген телефон нөмірді қолдансаңыз болады негізі. Мамаңыздың телефоны, мысалы сіздің өзіңіздің телефоныңыз нөміріңіз бұл жаққа тіркелгіңіз келмесе, немесе бұрында тіркелген болса, тағы басқа нөмірмен тіркелгіңіз келсе,
Онда кез келген мамаңыздың үйдегі кімнің телефон нөмірі бар, тіркелмеген. Соны тіркей берсеңіздер болады, без проблем. Қазір маған код келу керек. Бұл жерде сосын код келмесе, мына жерде қазір секунд санап жатыр ғой. Осы біткеннен кейін қызыл кнопка шығады мына жерден. Соны қайтадан басасыздар. Код келмесе, қайта-қайта сұратасыздар. Әр 5 рет сұратқаннан кейін сіздерде пазл шығады. Қазір көрсетейін мен. Бұл жерде келмесе шығады, егер келсе жақсы. Міне қазір келген жоқ маған код. Енді тағы мына қызыл басамыз, көрдіңіз бе? Тағы повторный сұрату деп берді бұл жерде. Сұратамыз тағы. Күтеміз. SMS келуін. Міне маған SMS келді. Аз осын жазамыз енді. Міне автомат түрде ештеңкені баспайсыз. Код тергеннен кейін автомат түрде Pinduoduo сайтына кіріп кетеді өзі. Авторизация болады. Болды, тіркелдіңіз. Барлығы сәтті өтті. Қазір күте тұрайық. Артқа шығып кетеміз, бұл жерде ештеңкені баспаймыз. Назад деп, назад деген басамыз. Назад деп шығып кетеміз. Pinduoduo сайты ашылды, көрдіңіздер ғой. Осылай ашылып Pinduoduo сайты ашылды. Сәтті тіркелдік. Енді бізге мынаны басамыз. Бізде жаңағы барлығы дұрыс па екен, дұрыс ашылды ма екен тексеруіміз керек екен. Мынаны басамыз. Мына адам саны сөйтті астында. Осыны басамыз. Мынаны басамыз. Бастық. Менде мынау барлығы шықты, көрдіңіздер ме? Карта енгізетін жер барлығы дұрыс шықты. Кейбіреуде осындай карта енгізетін жер шықпай қалып жатыр. Карта енгізетін жер шықпай қалса, ол кезде не істейміз? Ол кезде, яғни қараңыздар, кейбіреуде мынандай болып қалады да. Әндерін көрсетейін. Қазір менде осылай дұрыс шығып тұр, менде көрдіңіз бе? Менде карта енгізетін жер бар. Ал кейбіреулерде мынандай шықпай қалады. Мына жерде көрдіңіз бе? Мына жерде жоқ ондай. Ондай кнопка жоқ мына жерде. Карта енгізетін жер. Егер бұндай карта енгізетін жер шықпаса мынандай, сіздер оны жаңағы картамен төлем жасай алмайсыздар. Яғни ештеңе сатып ала алмайсыздар деген сөз. Карта арқылы. Бұл кнопканы шығару үшін не істейміз? Енді бұл кнопканы шығару үшін бірнеше жолдар бар. Мен өзім қолданып көрдім. Бірінші жолы ол жаңағы егер карта осындай шықпай қалса карта. Ол кезде мына настройкаға кіресіздер де, қазір. Настройкаға кіресіздер. Настройка деген мынау. Осыған кіресіздер. Одан кейін бар, мына жерде міне. Мынау нөмірді ауыстыру деген тұр. Мына жерден шығып кету деген тұр. Мынау удалить ету деген сөз. Бізге мына шығып кету керек болады осы Pinduoduo сайтының телефон нөміріне қайтадан шығып кету керек болады да. Енді сізде мынандай жағдай болып тұрса, жаңағыдай мына карта енгізетін жер жоқ болып тұрса, бұл жаңағы настройканы басып, мына шығып кету деген басамыз. Қызылды басамыз. И болды, міне шығып кеттік. Енді Pinduoduo сайтын жауып тастаймыз да, и қайтадан кіреміз жаңағы Pinduoduo сайтына. Қайтадан кіреміз. И міне қайтадан авторизация жасаймыз. Қайтадан телефон нөмірді теріп, код сұратамыз. Мына кнопканы басамыз. И мына плюс 86 деген жүріп тастаймыз. Жетені қалдырамыз да, қалған нөмірдің жартысын былайға жинамыз. И қызыл басып код сұратамыз. Міне маған код келді. Мына жерге толық жазамыз. Толық деп. Міне қайтадан авторизация жасалды. Қазір бетін ашып кетті, қазір артқа кетеміз.